dedi. Endi bizlerden bizler qadamızdan birаз адамдар шығып кетті. Endi артынан жаңағындай, ой, biz айтамыз, Арген мырза көңіл бөлмейді біздерге, тыңдамайды біздерді, айтқан былай варианттар предлагать етпек деп кетіп жатыр екен мысалға да. Оларды жарайды дедім мен, енді қалай қылайын, өйткені әрқайсысын негізінде тыңдаймын. Айтқандарын өзіңіздер білесіздер, жазасыздар, личкеге не істейсіздер, әрқайсысыңызды тыңдап түсінуге тырысам. Бірақ кей кезде жауап қайтармайды, немесе олар қайтарылмайды, немесе олардың айтқандай болмайды. Себебі енді біздер осы кезге дейін біраз, былай айтқанда қазір енді кооператив номер 1 ол рас. Бүкіл кооперативтер, Қазақстандағы бүкіл кооперативтерді жинаған өзінде біздің халықтай сан жинай алмайды. Екіншіден, біздің капитализацияға жете алмайды. Барлығын қосқанда. Абсолютно бүкіл кооперативтерді қосқанда. Сондықтан біздің кооператив, номер 1, біздің жаңағындай бүкіл құрылған пландарымыз, жоспарларымыз бәрі номер 1. Өйткені жаңағындай барлығымыз білеміз, басқа кооперативтер қазір нені күтіп отыр? Кооператив ой не істейді екен? Ол қандай өзгеріс енгізеді екен? Өйткені өздері кеше мысалы айтып отыр, 7 сағат отырған, бірақ ойлары жетпейді ол жерде неше сағат отырса да. Екіншіден енді ол адамдар, шығып кеткен адамдар қазір маған предложениелер түсіп жатыр, жаңағындай бірігейік, біз көмектесеміз деп жатыр да. Бірақ мен білемін, олардың біз көмектесеміз деген емес, өйткені бастап кетеді, не істерін білмей жатыр. Не істерін білмей жатыр. Өйткені тек қана біздерден шығып кеткен емес, басқа да кооперативтердің председательдері маған келіп бірігейік деп сөз салды да. Оның бәрі неге? Өйткені өздері не істерін білмей жатыр да. Айтады, сенен мыңдаған адамдар шығып кетіп жатыр дейді. Сіздер спокойно басып барасыздар дейді да. Біздерден 100 адам шығып кетсе болды, біздер қадалып жатыр. Не істерін білмей жатыр. 10 адам шығған кезде болды жаңағындай. Бітшіміз шығады деп. Жаңағындай енді бұның барлығы осы сіздерден шыны керек, ықыласыңыз. Өйткені ойлаңызшы, сіз болмасаңыз, кооператив кім жүргізеді? Енді ол, мен өзім мақтамаймын, мақтап та жатырған жоқпын да. Бірақ тап қазір соны айтатын уақыт келіп тұр, яғни осы жерде сіз жаңа Оралда істеп отырған қыздар, Астанада отырғаныңыздар, Шымкентте отырғаныңыздар, жігіттер, ұлдар, мырзалар. Осы сіз айналып кетсең,